Қадірлі күн болсын. Бүгін 2026 жылы наурыздың 16 күні Талдықорған қаласында ақш-тың Астанадағы бас елшілігінде саяси босқын және адамдық құқық бойынша жұмыс жасайтын дипломат маман Лаура ханым сұхбатқа жолығуға шақырған. Соныменен Талдықорған көшесінде бір кафеде ол кісілерменен жолығып сұхбатта болдық. Сұхбат 1 сағат көлемінде болды. Өте керемет сәтті сұхбат болды. Сұхбаттың негізгі мазмұны осы біздің Атажұрт Қазақ Human Rights ұйымының 2017 жылдан бергі жасап келе жатқан жұмысы, осыған арнайы осыған ат басын бұрып соны білуге келген екен. Соныменен енді бұрын біліп отырса да дегенмен біздің аузымыздан естігісі келді. Сонымен 2017 жылдан бері қарайғы біздің Атажұрттың жасап келе жатқан ерен еңбегі, Қытайдың геноцидтік азғыртуға жасап жатқан ұлтты езу жою саясатына қарсы Атажұрттың атқарған еңбектер туралы қысқаша баяндама жасадым. Одан кейін 2019 жылға келгенде Серік Жамбылашұлының тұтқындалуы, үй қамақта және түрмеде болуы, одан шыққаннан кейін басына қауіп төнгеннен кейін 7 жылға сотталғаннан кейін ақш-қа еріксіз қоныс аударған ақш-қа кеткені, одан кейінгі жұмысты Бекзат Мақсұтханұлының жалғасты жетекшілігінде жасағаны, одан Алматыдағы Атажұрт Қазақ Human Rights-тың Алматыдағы офисінен қайта қудаланып, қаншама рет офис алмасып, ең соңында офисіміздің жабылғаны, осы барыста мына Қытайдан келіп жатқан қандастарымыздың Қытайда көрген қорлықтары, бұрынғы түрмеге концлагерьге кіргені бар, туыстары кіргені бар, сол сияқты мәселелердің барлығын Атажұрттың көтеріп әлемдік ақпаратқа жинақтаған және Атажұрттың YouTube каналында 30 мыңның үстінде осындай дәлелді видеолары бар екенін, осының барлығын айттым. Және біздің осы Қытайда болып жатқан геноцидті осы 9 жыл ішінде бүтін ақш конгресінен тартып әлемдік ақпаратқа, Еуропа парламентке, барлық жерге көтергенімізді бүтін әлемнің хабардар екенін айттық. Ол да оны ол кісілерді білетінін айтты. Сондай бір керемет сұхбат болды. Содан кейін әсіресе ерекше тоқталғанымыз осы былтыр 2025 жылы июль айының 20 қаншасында Әлімнұр Тұрғанбайұлы деген қазақ азаматының, Қазақстан азаматы Қытайға көлік айдап барған жерінен сол жерде заңсыз тұтқындалып, күні бүгінге дейін өлтіріліп, тірісі белгісіз Қытайда түрмеде жатқандығын соны айттық баса назарда. Одан кейін әйелі Гүлдария Шеризатқызының және қызы Риза Әлімнұр қызының осы әкесінің құқығын жоқтап, Әлімнұр Тұрғанбайдың іздерегін жоқтап, Қазақстанда көптеген іс-шаралар жасаған, жүздеген хаттар жазған, Астанаға да барған, Алматыда көптеген сұраулар салған. Бірақ біздің биліктің ол екі ел азаматы дегеннен аспай шарасыздық танытқанын, соның бәрін айттым. Және оның екі ел азаматы емес екенін, өйткені Әлімнұр Тұрғанбай Қазақстан азаматын алғаннан кейін Алматыдағы Қытай консулына өзінің құжаттарын өткізіп, өзінің ендігі ары Қытай азаматы болмайтын Қазақстан азаматтығын қабылдағанын, Қытай консулына соны берген. Одан кейін Қытай консулы өзі режимі солай жарты жыл ішінде тексеріп, Қытайға не жіберіп, сұраныс жіберіп, ол азаматтың артында қарызы бар ма жоқ па, қылмысы бар ма жоқ па дегендей соның барлығын сұрап, содан кейін Қытай жақтан келген жауаптан кейін Қытай консулдығы оларға Қытайдағы пропискасын тіркеуін өшіруге рұқсат береді. Тіркеу өшті деген қағазды анықтаманы береді. Сол анықтаманы алып, қолдарын алғаннан кейін сол анықтамаменен осы Әлімнұр Тұрғанбайдың жұбайы Гүлдария Шеризатқызы 2 рет барған Қытайға. Қызы Риза Әлімнұр қызы 2 рет барған Қытайға. Осы тура осы бір семьяға берілетін бір анықтама, осы анықтамамен олар 2 реттен барған. Оларды заңсыз деп тұтқындамаған. Ал енді Әлімнұр Тұрғанбай соңғы рет тура дәл сол анықтамаменен Әлімнұр Тұрғанбай барған кезде оны заңсыз деп, жаңағы өздері берген анықтаманы өздері мойындамай, Әлімнұрды заңсыз тұтқындаған. Екі ел азаматы деп. Қазақстан сұрағанда екі ел азаматы деп жауап берген. Ал енді екі ел азаматы болатын болса, 2 рет сол анықтамамен барған Гүлдария Шеризатқызы қалай екі ел азаматы болмайды, қызы Риза қалай екі ел азаматы болмайды. Міне осы жағдайлардың бәрін баса назарда ұстап айттық. Ол кісілер оның бәрін қағаздарына түртіп жазып алды. Содан кейін Әлімнұр Тұрғанбайдың келіншегі бар, ішінде Атажұрттың азаматтарын
2025 жылы ноябрь айының 12-сі Нұрлан Көктөбай деген ол да концлагер куәгер екенін, концлагерден қызы Аташевқа арыздану арқылы Қытайдан алдырған. Сондықтан Аташевқа бір рахмет айту мақсатында қараша айының 12-сі 2025 жылы Чонжыдағы арасан қыстық суға қонаққа шақырған. Аташевтың бір топ азамат сол жерге қонаққа барған. Содан кейін қонақ болып ертеңінде қайтар кезде ар жағында Қалжат шекарасы жақын болғандықтан, сол Қалжат шекарасында әлімнің тұрғанбай тұтқындалғандықтан сол жерге барып осы Қытайға қарсы өзіміздің наразылық акциямызды өткізсек қайтеді деген ұсыныс болған ол жерде. Соныменен Гүлдара Шерзатқызын қолдап, Аташевтың азаматтары сол Қалжат шекарасына бармақшы болған, алайда орта жолда полициялар кедергі жасап, шекараға бара алмай, бірақ ен далада басқа бағытқа барып, ен далада ешкім жоқ, ештеме жоқ жерде өздері Қытайдың туын және қағаздан жасалған Қытайдың туын және Қытай төрағасының фотосын сол жерде өртеген. Сол өртеу барысында Чонжының бүтін прокуратурасы болып, ішкі істері болып, біраз адамдар бар, оларды ұстап тұтқындап әкеп Чонжыға. Содан Чонжыға келгеннен кейін оларға сол күн түнде сот болып, түн ішінде жарым түнде әкімшілік іс қозғап, әкімшілік сотпенен 10 күн, 15 күн түрлі мерзімге оларды әкімшілік қамауға алған. Әкімшілік қамауға алып, бірнеше изоляторға бөліп оларды қамаған. Алайда ертеңінде Қытайдың Алматыдағы консулдығы Қазақстан билігіне біздің туымызды өртеді, мына азаматтарды жазалап беріңдер деген нұсқада наразылық нотасын жолдаған. Сол наразылық нотаның негізінде Қазақстанның ішкі істері қылмыстық 174 баппен қылмыстық іс қозғап, бұларға әкімшілік жазаның үстіне қылмыстық іс ашқан. Қылмыстық іс ашып, ары қарай санкция салып, соныменен тергеу, жалғасты сот болып жатыр. Осының бәрін баса айттық. Бірінші әкімшілік, содан кейін қылмыстық қозғалған екі істің бір әрекетке екі жаза қолданып жатқанын осыны айттым. Баса одан кейін бұлардың қылмыстық іс, аталмыш қылмыстық ісіне осы Қытайдың жіберген наразылық нотасын және осы іске қосқан соны баса айттық. Одан кейін сот болып жатқан, сот жариянында осы азаматтарымыздың Нәзігүл Мақсұтқызының аяғының ауыр екенін, Бедалхан Қаблашевның келіншегі 7 баланың анасы және 8-ші балаға ауыр аяқ, Гүлнар ханымның ауыр аяқ екенін, одан кейін Марғұлан Нұрданғазының келіншегінің ауыр аяқ екенін, олардың құқығының тапталып жатқанын, одан кейін Тұрсынбек Қабидің Қытай концлагерінің куәгер екенін, келгеннен кейін тізеге сол Қытайдағы сыз жерде цемент еденде жатып, денеге өткен суықтан тізесіне Алматыда ота жасалған және осы жуық арада тағы бір отасы болып жасалатынына қарамастан түрмеге қамап отасының жасалмай қалғанын, ол жерде Батылбек Байғаз деген азаматтың көзінің көрмей қалғанын, Бақытнұр Нұрмұхан деген азаматтың құлағы естімей қалғанын, осы сықылды барлық толып жатқан азаматтардың зардап шегіп жатқанын, осының барлығын айттым. Ол кісілер қағазына түртіп алды және оларға осы біздің ауыр аяқ әйелдерменен құқық тапталып жатқан адамдармен жеке сіздерде жолығып көрсеңіздер деген өтінішімді айттым. Оны да Алматыдағы басқа дипломаттар арқылы олармен де жолығатын, мүмкін болса жолығатынын айтты. Одан кейін осы 2026 жыл наурыздың 19 күні Талдықорған қаласында тағы сот болатын, бұл соттың жабық өтіп жатқанын, осындай 18 адам ашық болсын деп айтып тұрғанына қарамастан, бір ғана адамның өтінішіменен жабық болсын деп сотты жабық өткізіп жатқанын, егер мүмкіндіктеріңіз болса, сол сотқа өтініш айтып келіп қатысып, өз көздеріңізбенен біздің азаматтарымыздың құқығының тапталып, заңсыз құқығы тапталып жатқанын осыны көрсеңіздер деген өтінішімді айттым. Сонымен оның бәрін жазып алды. Құдай бұйырса, алдағы уақытта тағы да басқа шараларды етеміз, қараймыз, назарда ұстаймыз. ақш билігі бұл іске ерекше назар салып отыр. Сондықтан біз сізбенен келіп сұхбаттасып отырмыз деп ол кісілерде рахметін айтты. Содан кейін ары қарай егерде соттың шешімі шығып, апелляциялық шағым болатындай болып жатса, халықаралық адвокаттардан көмек жасаймыз, басқа дипломаттарменен байланыстырып көмек жасаймыз деген сияқты өздерінің қолдан келетін жақсылықтарын, көмектерін жасайтынын, аямайтынын айтты. Соныменен сұхбат өте керемет, сәтті болды. Негізінен айтылмаған сөз қалмаған шығар, дәл қазір ұмытқанда жерлерім болған болу керек. Айып етпеңіздер. Сол бүгінгі жолығудың қысқаша несі барысы осылай болды. Новое приложение Home KZ.